Ала Шерханның былай бетін ұстап өте Жұлдыз ба? Жұлдыз, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге көптен көп рахмет айтам. Жасыңыз 21-де дедіңіз. Немен айналысасыз? Мен қазір жұмыс істеймін. Не, қай жерде, не мамандық? Казинода ресепшн болып жұмыс істеймін. Негізі жалпы бітірген мамандығыңызды айтсаңыз? Бітірген мамандығым оператор ВВ. Қай жердің тумасы боласыз? Семей қаласында, Үржар ауданында. Батыстан бірінші рет. Батыс ба? Негізі география оққансыз ғой, иә? Кешірім сұраймын, қобалжып. Сразу басып кетсең, география оққансыз ба деп. Оққансың ба? Жалпы отбасыңыз туралы, өзіңіз туралы айта беріңіз. Отбасында қанша ұлыстар? Отбасында бізде мамам қайтыс болған. 13 жыл болды. Әкем жоқ. Үйде 4 ағайындымыз. Әкем бар үлкен, 2 ағам бар, және мен кішісі. Кешірім сұраймын әрине. Енді үйде үлкені? Үлкені әпкем дедім. Жоқ, тұрмыс құрған ба? Тұрмыс құрған. Жалпы дайынсыз отбасылық өмірге, иә? Мен ауылды жерге барып тұрып, ертең сәлем салып, ата-енеге қызмет көрсетуге? Ондайға қарсылығым жоқ, мүлдем. Қарсылығым жоқ. Көзқарасыңыз қазақи, иә? Былай айтқанда. Қалай дейді? Қысқа кию ондайға жоқсыз ба? Қысқа киюденде жоқ. Өте керек. Өзім мерамды білем дегендей. Енді бұрынғы арақатынас болды ма сізде? Бұрынғы арақатынас болды, жарты жыл бұрын. Немен тоқтады екен? Бізде енді мінез ғой, түсінбеушілікпен мінезіміз. Бәрінкі сол сылтау мінез ғой. Жалпы ас үйге қалайсыз? Ас үйде өзім негізі жақсымын. Басқа ас үйде жақсымын. Өте керемет, қатысушыларға берейін. Сен тамақтан андай капризнейсің ба? Иә, таңдап қалған, сондаймын. Таңдап қалған. Мен сияқты екен. Сондайлығым бар, сол үшін сұрағам. Сен таңдап жейсің ба? Айғайым. Менде бір сұрақ. Сен таңдамай жейсің, мен білемін. Ол рас. Сен бұл таңдамай жейсің, мен бергенді жейміз деп. Сержан, сұрақ. Ақбота сұрақ қоям дей ма? Негізі сіз білесіз ғой, Шерханның соңғы арақатынасы туралы? Соңғы арақатынасы вроде Ақботамен болды. Иә, Ақботамен. Ертең қызғаныш, бір студияда отыр екенсіңдер, сториста екеуің сөйлесіп қойыпсыңдар деген қызғаныш бола ма? Ну, если по меру егер сөйлесе, жай қатысушы ретінде бірге бір жерде отырған соң, мен ол кісіге де айта алмаймын ғой, сөйлеспе жақындама деп. Жақсы? Ассалаумағалейкум. Валейкум. Микрофон бере салып қойғысы келіп отқан жоқ қой деймін, сұрақ. Кішкене өз-өзін жайсыз сезініп отқан сияқты. Жұлдыз, сізге сұрақ. Жаңа мен сәл түсінбей кеттім да, әпкеммен бар дедіңіз, иә? 2 ағам бар дедіңіз. Әпкеңіз тұрмыста, сіз бөлек тұрасыз ба әпкеңізбен, де бәріңіз бір отбасында тұрасыздар ма? Жоқ, біз қазір бөлек тұрып жатырық. Әпкеңіз, яғни өз отбасы бөлек, иә? Әпкем, иә, ол бөлек, ағам ол Ақтөбеге кетіп қалған, ол бөлек. Осы Алматы қаласында тұрасыздар? Жоқ, олар Шеңгелікте тұрып жатыр. Болды, түсінікті. Мен өзім жалғыз Алматыда тұрып жатырмын. Мен Жұлдызға бірдеме айтып кеттім, болма. Жұлдыз, қош келдіңіз. Саламатсыз. Мен сізді кіргенде жақсы көріп қалдым. Сөйтсем, мен жерлес екенбіз де, мен Зайсаннанмын. Жұлдыз, сізге сұрағым, осы бағдарламаға келген кезде сіз ақылыңызды тыңдап келдіңіз бе, әлде жүрегіңіздің үніне құлақ салып келдіңіз бе? Енді бұлай қарасақ, ақыл тоқтатқан қызбыз ғой енді. Ақылды да бұлай сараптап, жүректі де бір тыңдап көруге де болады негізі. Соны екеуін бұлай сараптап осында келіп отырмын. Жұлдыз, қош келдіңіз. Өте әдемі екенсіз, мына жақта отырмын. Саламатсыз. Сұрайын дегенім, алдыңғы арақатынасыңыз, соңғы арақатынасыңыз қай кезде болды және қанша уақытқа жалғасты, немесе тұрмыс құрдыңыз ба, соны айта кетсеңіз? Негізі осыдан 2 жыл бұрын ағам дос баласы алып қашқан. Сол жағдай бар болып тұр. Содан кетіп қалғам. Ал соңғы арақатынас менде жарты жыл бұрын болған. Былай айтқанда, енді танысып жүрген кезде ол кісінің, былай қарап тұрсан, дөрекілігін байқап, мен содан шектеу қойдым.
қалай дейді? Қанша уақыт дөрекілігін дөрекілігін байқадым деп жатсыз, иә? Кешірім сұраймын, бірақ егер дұрыс емес айтып жатсам, бірақ бізде Шерханда қызды бір шапалақ беру деген дүние бар ғой, бірақ сіз соларды біле тұра келіп тұрсыз, сол өткен қателікті қайттан қайталаймын деп ойламайсыз ба? Мен ондай нәрсеге жеткізбеймін ғой. Бірақ бұрын жетті ғой ол. Бұрын жетті, енді Сабақ болды, иә? жоқ, менде ондай қатты дөрекілік болған жоқ, просто андай болады ғой, енді қыз бала болған соң кішкене еркелейсің дегенде сол кезде қатты айту болған. Былай көтеру, қол көтеру деген болған жоқ. Ара қатынас негізі ұзақ уақытқа созылды ма? Бізде 1 ай. 1 ай, иә. Сіз жаңа алып қашты мен дедіңіз, иә? Я, қанша уақыт тұрдыңыздар? Алып қашты 1 апта көлемінде. 1 апта көлемінде. Танитын, танымайтын жігіт? Ағамның дос баласы, аған айта кеткен едім. Біздің 2 әулет, то есть жаңа алып қашқан жігіт жағынан біздің бір ауылдан болған соң, бір-бірін жақсы таныған соң, мен сол үйде қалуға тура келді, бірақ қате екен түсіндім да, кеш болса да түсіндім. 1 апта көлемінде не түрткі болды кетуіңізге? Не түрткі болды? Сол жаңа қалайсың болады енді. Официально енді үйленбедім ғой, бірақ енді күйеуімде деп айта алмаймын. Сол кісі жағынан суық, бір-бірімізді мүлдем сөйлеспейтінбіз. Мен өзімен өзім, ол өзімен өзі дегендей, содан сондай шешімге кеп, мен обратно ақылымды тыңдап, өзім осындай шешім қабылдап. Сонда жай ғана үйдің үлкендері айтқаннан кейін екеуіңіз қосылған болып тұрсыздар ғой, иә? Әлде енді ол ер азаматтың сізге көңілі болмаса? Ау? Басқа да мәселе болған, сол үйде қалуға. Шерхан? Иә. Енді тағдырыңызды енді ашып айтпасаңыз да түсініп отырмын. Біраз қиыншылықтан өткен сияқтысыз ғой. Негізі уже бастапқыда мен алып қашу деген нәрсені қолдайтынмын, шыны керек бар ғой. Бірақ осы жобаға келгелі мен қаншама үміткерді естідім ше. Алып қашып ажырастық, барлығы алып қашып ажырастық деген нәрсе. Уже көз қарасам былайынан болып отыр да, түйіп. Мен қарсымын негізі. Алып қашу деген нәрсеге ше. Себебі білмеймін, көп жағдайда қыздардың барлығы танымай алып қашатта, соны қалып, амалсыздан енді ата-анасының айтуымен қалып кетіп, кейіннен 1-2 жылдан кейін, 1 айдан кейін ажырасып жатады да. Сол нәрселерді түйе келе мен уже өз ойым өзгере бастады. Алып қашу негізі дұрыс емес ау деп ше. Негізі осы жерде мен қарсы пікір айтқым келеді. Неге десем, өзімнің ағаларымның алып қашып бір көріп, даже бір көрмей, сол жерде көре сал алып қашып келген жеңгелерім бар. Отбасылы, бірнеше жаңаға көп бала ата-ана болып жатқан жандар бар да. Негізі ол бізде де бар, әулеттеден бөлек Қазақстанда да бар ғой ол дүние. Бірақ қара, тағдыр әркімнің тағдыры әртүрлі. 10 жыл қыз бен жігіт болып жүріп, олар мүмкін 1 айда ажырасып кетуі мүмкін. Ол бір-біріне деген қарым-қатынасы, ол алып қашса да, алып қашпаса да, түсіністік деген, бір-біріне сыйластық. Енді Айгүлік, сенің айтуың сонда махаббатқа қарамай тұрмысқа шыға берген дұрыс, иә? Жоқ, мен олай дұрыс деп тұрған жоқпын. Бәрібір енді бұрын ата салтымызда болған дүние ғой, ол алып қашып келген деген. Айгүлік, ата салтымызда ол болды. Бірақ қазіргі заманның көзқарасы қандай? Қазіргі заманда не өзгерді, айтшы? Адамдар өзгерді, адамның көзқарасы. Бірақ біздің салт дәстүр сақталынып қалу керек қой. Ертең сені, қарашы Айгүлік, ертең сені алып қашып кетсе, қаласың ба, танымайтын адам? Сені сыртыңнан бір көрді де алып кетті, қаласың ба? Қалам. Ой, сен қазір өз сөзіңе қарсы шықпас үшін ғана айтып отырсың. Вот, сұрақ саған осындай. Айгүліктің пікірімен мен жас бола тұра келіспеймін. Ол мал емес қой саған қыз, алып қашып кететін. Ол бір-бірімен танысып, құда түсіп. Сәл дұрыстап сөйлейікші өтініш. Пікірімді айта кетсем бола ма? Осы жақта балалар пікір айтамыз дейді да, балдар шілдіріңдер, нелер бар ғой, майда балалар пікір айтамыз дейді тағыны. Кейде әңгімелер жеткізе алмай қалаттан, тіл байлықтарын жоғалтып алатын балалар бар, сол балаларға үндеу сәл эфир мәдениетін сақтайық, әдемі түрде де жеткізуге болады. Бірінші эфирге келген кезінде де маған біраз әңгіме айтқасын, қазір әңгіме айтып отырсың. Мен қатты ашуланбайын, ашулансаң жаман болады да. Жанғазы. Онда Айгүлік, мен жауап бере кетейін, мен жасым үлкен ғой, алып қашу жайында мен қарсымын. Себебі өмірде бұл күн туған күн секілді емес, күнде болатын нәрсе емес, жылына бір рет де, допустим, өмірде бір-ақ рет беріледі, сондықтан бұл үлкен қадам, асықпай, қасындағы өмірлік серігіңді жан жақты ойланып,